қазақтың музыкасы синкреттілігіменен, яғни текст пен мелодияның бір тұтастығыменен ол басқа халықтардың музыкасынан жеке айырым тұр. Дегенмен, кейінгі 19 ғасырдың басындағы күй музыка қараған кезде бұлардың ішінде бірталай өзгерістер жүргендігін көреміз. Негізі біздің қазақтың музыкасы өзі 7 баспалдақты, латты құрылыс жағынан 7 баспалдақты диатоника. Ол әнге де осыны айтуға болады. Бірақ арасында аралас пентатоника 5 тон келіп қалады. 2 тонмен сосын арасында 5 тон келіп тұрады. Бұл 5 тондық менің айтып жатқан ойымша сол қазақ музыкасының, қазақ әнінің, қазақ күйінің ең бағзы дәуірінен қалып келе жатқан нәрсе. Кезінде пентатоника ол шығыс музыкасына тән. Қытайдың, Жапон, Корей музыкаларының, оңтүстік шығыс Азия елдерінің музыкаларының барлығы да пентатоника 5 тоннан тұрады. Өте созылмалы, аса бір ышқынып, секіріп, төмен түсіп жоғары көтерілмейді. Секвенция жоқтыққа тән. Қазақ әні, қазақ музыкасы пентатоника арасында пентатоникалық 5 тонмен келе жатады да бір мезгілде өршіл сарындарға көшіп, біресе баяулап, біресе жоғарылап, біресе өршіп, біресе түсіп, біресе кульминацияға шығып, қайтадан түсіп, сөйтіп бір адамды бір өзінің уысында ұстап тұратын секвенциялық қабиғат алып кеткен. Демек, қазақ әні бірте-бірте қазақ музыкасы ғасырлар өте келе өзінің бағзы пентатоникасынан қол үзіп, диатоникалық қалыпқа бір жола көше бастаған. Татар музыкасы сияқты. Бұның өзі қазақ музыкасына сырттан бір әсерлер бола бастағандығын көрсетеді деп ойлаймын. Пентатоника өзінің табиғи қалып еді. Оған ешқандай бұрын сырттан ешқандай әсерлер болмаған кездегісі. Ал ол не? Ол әрине 19 ғасырдан бастап қазақ орыстың боданына айналғаннан кейін, отарлау дәуіріне кіргеннен кейінгі орыс музыкасын көпірете отырып, батыстың классикалық музыкасында біздің күйшілерімізге, әншілерімізге әсер етіп отқандығын байқаймыз. Олар бұның өзі таза енді әсер етті деп те айтуға болмайды, себебі қазақ музыкасының өзінің ішкі даму заңдылығы, эволюциясы болуы да мүмкін. Оны қазір ажыратып айту қиын. Мүмкін сол өзінің даму жылып қонуында, эволюциясында ол жайлап осы диатоникаға қарай бағыт түзеп келе жатты. Алдыңғы диатоника мен пентатониканың тайталасында диатоника жеңді. Бірақ соның жеңуіне батыстың классикалық музыкасының орыс мәдениеті арқылы келу әсер етті ғой деп ойлаймын. Мәселен, Құрманғазының күйлеріндегі марш екпінді, тіптен мұхит әндеріндегі марш екпінді әндер. Сол кезде ансамблдік әндер, ансамблдік музыка, симфонизм, вокализм, абай әндеріндегі вокализация. Солардың барлығы да 19 ғасырдың ортасынан уже біздің қазақ музыкасына әбден дендебене бастағандығын көреміз. Осы жағынан келген кезде қазақ күйлерінің құрылысын қарап отыратын болсаң, структурасын батыстың жаңағы секвенциялық, симфониялық музыкасы қазақ күйлеріне де әсер еткендігін көреміз. Даже кешегі нотаға түсіруіміздің, күйді нотаға түсірген кезде, әнді нотаға түсірген кезде де ұлттық штрихтардың болмай қалуы осыны көрсетеді. Сол кезден бастап біздің қазақ күйінің, ноталанған кезден бастап қазақ күйі өзгеріске түсе бастады деп ойлауға болады.